Сәлеметсіздер ме? Біреудің ала жібін аттама әңгімесінің 3-ші бөлімі. Қимас затыңды бер, немесе қимас нәрсеңді аламын. Сен мені түсіндің, деді. Қарапайым қызда не зат болуы мүмкін? Діни кітаптан басқа. Ешкімге, тіпті оқуға да бермейтін. Өзім қайталап оқи беретін кітабым бар еді. Ертесіне соны алып барып бердім сабаққа. Бірақ ол кісі SMS-пен сыбырлап кетуін тоқтатпады. Бір күні сіздің анаңыз тірі ғой. Әйеліңіз бәрібір болса да, анаңыз бұны қалай қабылдар екен? Сізді туғанша тас туғаным жақсы еді деп өкініп өтетін шығар. Сол кісіге барып барлығын көрсетемін дедім. Басында SMS-терін өшіретінмін. Кейін маған дәлел керек болар деп өшірмейтін болдым. Номерімді үнемі алмастыратынмын, бірақ сыныптастарынан алып алатын. Сол анаңызға айтамын дегеннен бастап ағай маған сөйлемейтін болды. Мен де ешкімге ешнәрсе демедім. 11-ші сыныбымда ойдағыдай аяқтап грантқа Алматыға оқуға түстім. Алматыда таңдауымның бір себебі осыға еді. Көргім келмейтін. Аман сау құтылғаныма қуандым. 1-ші курста қайтадан SMS-пен хабарласулар басталды. Номерімді алмастырам. 1 ай шамасында тағы SMS хабарласу. Кейін ол кісінің хабарласқан алмайтын болғасын, басқа номерлермен хабарласатын болды. Байқамай алсам, қойып қоятынмын. Кейін мүлде таныс емес номерлерді алмайтын болдым. Bir күні SMS жазып жіберіпті. Менің адресім Алматыдағы және жақында барамын деп. Әрі қарай ыңғайсыз ұятты сөздер. Осы мені қатты ашуландырды. Кішкентай жер болғасын, өсектен қорқатынымды, әке-шешеме жаман ат келтіргім келмейтінін біліп, бұл кісі ойына келгенін жазған. Өзім хабарластым, алмады. Анаңызға міндетті түрде барамын, мені күтіңіз, көрсетем деп айтқым келген. Біраз уақыттан соң өзі хабарласты, мен айтарымды айттым.